Сырдың бойы сыр тұнған тарихи орындар мен ескерткіштерге бай өлке. Солардың бірі Сырдария өзенінің жағалауында орналасқан. Түркілердің бәріне ортақ. Тарихи тұлға, кемеңгер ойшыл, ғажайып музыкант. Қорқыт Атаға арналған ескерткіштің тағылымы зор, бітімі бөлек. Әйгілі орыс ғалымы Жирмунскийдің Сырдария бойында Қорқытты қадірлеудің 1000 жылдық өнегесі бар деген пікірінде үлкен шындық бар. Өйткені бұл Қорқыт Атаның кіндік қаны тамған жер. Оғыз мемлекетінің астанасы, Жанкентте дүниеге келген Данагөй бабаның өмірге шыр етіп келген, ғұмыр кешіп көз жұмған жері. Бабаның аңызы мен рухани музыкалық мол мұрасы сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жеткен жерде осы сыр өңірі. Біз бүгін Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің археология және этнография ғылыми орталығындамыз. Әлемге аты мәшһүр Қорқыт Ата мемориалды кешені Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кентінің солтүстік батысындағы 18 шақырым жердегі Қорқыт станциясына жақын жердегі табиғи төбе үстінде орналасқан. Коммунистік партияның асқақтап тұрған шағында сол кезеңдегі аудан басшысы Елеу Көшербаев кешен құрылысына ерекше үлес қосқан еді. Соның нәтижесінде 1980 жылы кешен құрылысының архитекторы Ибраев пен физик-акустик Исатаевтың жобасымен басталған. 2000 жылы Қорқыт Ата кешені құрылысы аяқталып, Қорқыт Ата дәуірінің мәдениеті, тарихы жайында сыр шертетін музей ашылды. Осы жылдан бастап Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейінің филиалы болып қайта құрылды. 2014 жылы мемориалдық кешенге облыстық бюджет есебінен реконструкция жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде стела, амфитеатр, қылует, музей, қошқар мүсінінен тұратын тұтас архитектуралық ансамбль қайта құрылды. 2016 жылы облыс әкімінің қаулысымен Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы Қорқыт Ата мемориалды музейі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны болып құрылды. Кешен түркі әлемі кие тұтатын Қорқыт бабаның мәңгілік мекеніне айналған түркі тілдес елдердің тағзым ететін қасиетті орны және күрделі сәулеттік өнер туындысы ретінде ерекше маңызға ие.